4 маусым Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында тұрғын үй өртеніп, оқиға орнында 5 сәби қаза тапты. Жымпиты кенті Сағырбаев көшесі 8-ші үйдің жалынға оранғаны туралы дабыл төтеншеліктерге сағат 15:03-те түскен. Оны кім хабарлады? Үйдің өртенгенін кім байқады? Ол әлі белгісіз. Сағат 15:09-да өрт сөндіру көлігі де от ошағының басында тұрды. Ішінде балалар бар дегенді естіген өрт сөндірушілер бөгелместен ішке кіреді. 14-ші өрт сөндіру бекетінің бөлімше командирі Абзал Саматов әріптесі Аят Төлеуғалиевпен бірге бастарын қатерге тігіп, жауған от пен қою түтіннің арасынан талықсып жатқан сәбиді тауып алып, дереу сыртқа алып шығады. Оларды терезе алдынан бекет бастығының міндетін атқарушы Қанат Қалиев күтіп алады. Қатарда қарауыл бастығы Сергей Хамин бірге қимылдаған. Өрт сөндірушілер үйдегі барлық жанды 3 минутта қауіпсіз жерге шығарып үлгерген. Әрі қарай ауруханаға жеткізілді. Өкінішке орай түтінге уланған 5 бала көз жұмды. Ең кішкентайы 2023 жылғы сәби екен.